Сәлеметсіз бе, Лаура апа? Қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Жақсы, рахмет Жансұлу. Өздерің қалайсыңдар? Ақтауда қалай? Жақсы, өте тамаша. Байланыс жақсы сияқты. Солай ма? Иә. Лаура апа, рұқсат етсеңіз, мен сізді менің достарыма таныстырып кетейін. Жақсы. Өзім айтайын ба, әлде өзің таныстырасың ба? Өзім таныстырып кетейін сізді. Жақсы. Құрметті достар, мен көптен бері сұхбат өткізген жоқпын. Осындай үзілістен кейін менің өзімнің ойыма түйіп алып жүрген, яғни сұхбаттасқым келіп жүрген адамдар көп. Бүгін сәті түскендей, қоршаған ортаны қорғаудағы мәселелер бойынша маған үлгі болып жүрген апаларымның бірі Лаура Маликова. Құрметпен қарсы алайық. Енді біз сұхбатымызды бастайық. Лаура апа, сіз тәжірибелі экологтардың қауымдастығында белсендісіз. Яғни қоршаған ортаны қорғаудағы жанашырлардың бірісіз. Менің сізге бірінші сұрағым, сіз жетекшілік жасап отырған қауымдастық туралы қысқаша бала тілімен айтып беріңізші, кімдерсіздер, немен айналысасыздар? Бізде 2018 жылы Қазақстанда осы кәсіби экологтардың басын қосатын тәжірибешіл экологтар қауымдастығы деген ұйым құрылған. Сол ұйымның мен төрайымымын. Бала тілмен айтқан кезде бұл жаңағы кәсіби экологтарға арнап құрған ұйымы. Бізде 200-ден астам экологтардың басын қосамыз. Оларға жаңағыдай жұмысын жасауға, қандай мысалға білім керек, қандай ақпарат керек, сол жағынан қолдау көрсетеміз. Сондай-ақ бізде қазір мәжілісте, яғни бізде парламентте жаңа экологиялық кодекс қарастырылып жатыр. Сол жаңа экологиялық кодекстің жазылуына қатысып келеміз 2018 жылдан бері. Жалпы заңдардың жазылуына қатысамыз, кәсіби экологтарға көмектесеміз. Сондай-ақ мынау бұқара халықпен осы экологиялық мәдениетті жақсарту бағытында жұмыс жүргіземіз. Рахмет. Осы жалпы оқу жылда бізде экология пәнін қосымша қылып қосады деген. Сол қалай болып жатыр? Кім оны жетекшілейді екен? Кім ұйымдастырады? Сіз соған қатысасыз ба? Егер есінде болса, біз осы тәжірибешіл экологтар қауымдастығының платформасында осы мектептердегі экология пәнін енгізуге байланысты мұғалімдердің қатысуымен талқылау өткізгенбіз. Жалпы бұл сала жаңағы ғылым және білім министрлігінің қарамағындағы сала. Яғни ғылым және білім министрлігі шешеді, оны қай форматта болу керек. Бірақ біздің талқылаудың барысында анықталғаны, бұл сабақ бір теория сияқты сабақ емес, көбінесе тәжірибе жағынан мына оқушылар өздері қолымен ұстап, көзімен көретіндей осындай бір сабақ болу керек деген біз тұжырымға келгенбіз. Енді алдыңғы уақыттарда мынау білім және ғылым министрлігі алдында брифингте, жиналыстарда айтып өтті, осы жылдан бастап факультатив ретінде енгізіліп жатыр деп. Енді алдағы уақытта оның жаңағы кітап жазылса қандай болу керек, ішінде қандай ақпарат болу керек деген соларды шешілетін болады деп ойлаймын. Ол екі министрліктің қатысуымен шешілетін нәрсе ол, яғни бұл жерде экология министрлігі қатысу керек және білім және ғылым министрлігі тарапынан шешім қабылдану керек. Жалпы негізі біздің ойымызша, өзіміз кәсіби эколог ретінде айтып өтейін, балаларды қызықтыру үшін ол жаңағы тәжірибесі мол, тәжірибе жағынан жаңағы көп нәрсені қамтитын сондай бір сабақ болу керек. Ондай теория болмау керек. Теория деген балаларға ол қызық болмауы мүмкін. Күтеміз соны. Алдағы уақыттарда ол енді білім және ғылым министрлігінің шешіміне байланысты болады. Сіздің ойыңызша экологиялық тұрмыста ересек адамның, яғни ата-ананың, баланың, мұғалімдердің экология жағынан рөлі қандай? Әрине бізде мынандай бір сөздер бар ғой, егер балаға тәрбие берген келсе, өзің түзе деген. Бала әрқашанда ол өзінің ата-анасында, айналасындағы ересек адамдардың жаңа істеген іс-әрекетіне қарап өседі. Мысалға, өзің мысалға бір қалдықты дұрыс сұрыптамай, балаңа осылай болмайды деп айту, ол мүмкін емес нәрсе сияқты. Сондықтан
Бірінші кезекте бұл ересек адамдар өзінің экологиялық мәдениетін жақсарту керек. Яғни үйде жаңа халықтарды жеке сұрыптау, яғни әрқайсының бөлек өзінің түрімен, иә. Одан кейін жаңағы демалыс орындарына барған кезде өзінің арқасынан қалдықтарды тастап кетпеу, яғни өзінің жаңағы қоршаған ортаға деген жауапкершілігін арттырса, сондай ересек адамдарды көрген балалар да сол ересек адамдардың жаңағы істегенін қайталайды. Сондықтан осы тарапта біріншіден әрине ересек адамдар өзінің экологиялық мәдениетін жақсарту керек. Екінші кезекте бұл мемлекет тарапынан реттеу болу керек. Бізде мына заңнамада жеке тұлғалардың қоршаған ортаны ластауына байланысты жауапкершілігі қарастырылмаған жеткілікті деңгейде. Сондықтан осы мәселе жаңа экологиялық кодексте қолға алынып отыр. Яғни мысалға адамдар қалдықтарды демалыс орындарында басқа жерге тастап кететін болса, егер оларға бір айыппұл салынатын болады. Сондықтан одан кейін үшіншісі бұл жаңағы ақпараттық ағарту жұмыстарын жүргізу керек халықтың арасында. Яғни теледидарлар арқылы, осындай сен сияқты блогерлар арқылы, журналистер арқылы осындай мәселені көтеріп, соны айтып отыру керек. Сонда мен ойлаймын, бізде ересек адамдардың да экологиялық мәдениет жақсарады. Оған қарап балаларда сондай соны қайталайтын болады. Елімізде және әлемдегі экология мәселелер толғандырады. Соның ішінде Каспий теңізінің жағдайы әлі бөле ойландырады. Кеше Камчаткадағы экологиялық апат Каспийде болса, не болады екен? Енді білеміз, Каспий теңізі бұл жаңағы Орал Жайық өзенімен жаңағыдай сумен қамтылып отырады. Осы соңғы 3 жылдың ішінде, мысалға деректерге қарайтын болсақ, мына Жайық өзеніндегі судың ағысы, судың көлемі жалпы 2,5 есеге азайып кеткен. 2,5 есеге, бұл өте елеулі өзгеріс, теріс өзгеріс. Су азайғаннан кейін жаңағы теңіздегі суда тартылады деген сияқты, ол жаңағы бүкіл Каспий теңізіндегі фаунаға әсер етеді, флораға әсер етеді, оның барлығы. Енді Каспийдік теңізінің мәселесі көп. Соған байланысты, мынау Каспий теңізінің қорғауға байланысты, осы бізде қолданыстағы экологиялық кодекста жеке бір баптар бар. Сол Каспийдің солтүстік өңірлерін қорғауға байланысты. Мысалға, жаңағы сәуірдің кезінде, балықтар көбейетін кезде, ол жерге жаңағыдай ешқандай да бір шаруашылық іс-әрекеттерін жүргізуге болмайды, кемелерге жүруге болмайды деген сондай тыйымдар қабылданған. Яғни бізде заңнамада оның статусы қарастырылған. Бірақ мынау енді Жайық өзенінің суының тартылып кетуіне байланысты ол жерде көп мәселе бар. Енді Камчаткада болған жағдай егер Каспийде қайталанатын болса десеңіз, енді Каспийде де мысалға болып тұрады ондай жағдайлар. Анау жүрген кемелер мысалға өзінің лас суларын төгіп кетуі мүмкін, қалдықтарын тастап кетуі мүмкін теңізге. Сосын жаңағы кейбір жағдайларда мұнай өнімдері де төгілуі мүмкін. Бірақ ол жаңа Камчаткада болғандай жағдай емес, деңгейде емес. Егер Камчаткадағыдай болса, әрине бұл көп жаңағыдай өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін, жаңағы тюлендерге, балықтарға. Енді бұның алдын алу керек, бұндай жағдайды болдырмау керек. Ол үшін жаңағы өндірістік орындарда осы қадағалауды күшейту керек. Оны тек қана мемлекеттік органдар тарапынан емес, Жансұлу сияқты, сосын басқа жаңа Кирилл сияқты Ақтаудағы тағы да басқа қоғамдық ұйымдардың қатысуымен осындай қоғамдық қадағалауды күшейту керек. Апа, енді бір қызық сұрақ қояйын. Сіз бала болдыңыз, жас болдыңыз, бірден эколог болмаған шығарсыз. Қоршаған ортаны жанашыры болып, бірден болмаған шығарсыз енді. Сұрақ, қоршаған ортаны зиян ластануына қылық жасап көрдіңіз бе? Мысалға, пластик бөтелкені далаға лақтырып кету, немесе пикникке барғанда артын жинамай кету деген сияқты, соған өкіндіңіз бе? Енді жақсы, өте қызық сұрақ. Әрине мен эколог болам деп бала кезден бастап ойлаған жоқпын, ол рас. Мен өзім бала кезден мынау әртүрлі процестерге, яғни мысалы физика жағынан, динамика, яғни судың қозғалысы, мынау автомобильдің қозғалысы,
тағы да болып жатқан табиғаттағы өзгерістер, сондайға өзім бала кезден қызығатынмын. Маған физика пәні өте ұнайтын мектепте. Сондай-ақ мынау биология пәні ұнайтын менде. Менің өзім анам гүлдер егетін, үйде гүлдер көп болды, өсімдіктер көп болды, неше түрлі. Сосын жаңағы үйде бізде енді ол кезде ауылда тұратынбыз, үйде жаңағыдай қалдықтарды сұрыптайтынбыз біз. Мен ол анамнан көргенімді істедім. Сосын өсе келе жаңағы бірінші химия саласында оқыдым, одан кейін өндірісте жұмыс жасағаннан кейін мен экологияға қызыға бастап, экология мамандығын алып, осы салада қазір жұмыс жасап жүрмін. Бірақ мен бала кезде осылай пластик тастап кеттім деген қазір есіме түспей отыр. Ондай жағдай болған жоқ деп ойлаймын, себебі бізде ата-анамыз осылай үлкен жауапкершілікпен қарайтын қоршаған ортаға. Тамаша. Сіз еліміздің әр өңірлеріне барасыз, жергілікті жағдайды білесіз, сабақтар өткізесіз. Сұрақ, қай өңірдің жастары, адамдары сауатты, яғни экология жағына кім қоқыс тастап кетпейді, қай өңір белсенді? Жақсы. Жалпы негізі адамдардың жауапкершілігі, жалпы халықтың жауапкершілігі, экологияға қатысты жауапкершілігі, бұл жаңағы ағарту жұмыстарының жүргізілуіне байланысты, тікелей байланысты. Мысалға, қазірше бізде көш бастап тұрған Қазақстанда мынау жаңағы қалдықтарды сұрыптау жағынан, дұрыс жинау жағынан, мысалға, Астананы айтуға болады. Себебі Астанада жаңа пилоттық режимде 2018 жылдан бері осы қалдықтарды бөліп жинау жобасы жүргізіліп жатыр. Сары түсті контейнерлер бар, жаңағы өңделетін қалдық түрлеріне арналған, сосын жасыл түсті контейнерлер бар, жаңағы тамақ қалдықтарына арналған. Енді бұл жерде белгілі бір жұмыс жүргізілді мемлекет тарапынан, сондықтан мен ойлаймын осылай көш бастап тұр. Бірақ жалпы бізде өңірлерде осы экологияны қолдайтын, экологияға жанашыр адамдар көп. Көбінесе бұл өндірістік өңірлерде, мысалға Ақтау, Атырау, Өскемен, Павлодар, Теміртау жақтарда, Қарағанды, Алматыда мысалға халық осы экологиялық жағынан өте белсенді. Ол белсенділік жаңағы ауаның ластануына, сосын өндірістік орындардың көп болуына байланысты деп ойлаймын. Яғни соны халық көріп, сол мәселені көтеріп, осы мәселені шешу керек деп белсенділігін танытып жатқан осы көбінесе өндірістік өңірлерде. Мынау оңтүстік өңірлерде халық мысалға экология дегенді былай мысалы өндірістік өңірлердегі елей қоймайды. Біледі енді экологияға мысалы адам денсаулығы байланысты екенін, бірақ олар мынау өндірістік өңірлерде тұратын адамдар сияқты белсенді емес. Лаура апай, менде мынандай жағдай болған. Мысалы үлкен адамдар, оның ішінде ағайындарым да бар, пластик құтыны көшеге лақтырып кетеді. Мен кішкентай болып үлкен екен білемін да, бірақ бірдеңе айтуға ыңғайсызданамын және ұрсады деп ойлаймын. Сол жағдайда не істеу керек? Енді әрине бізде өзіміздің жаңағы тәрбиемізде, мәдениетімізде бар ғой, үлкендерді сыйлау керек, үлкендерге жаңағыдай сөз айтуға болмайды деген. Бірақ мынау тұста не үшін мысалға мектептерде жаңа экология пәнін енгізу керек деп осындай мәселені көтеріп жатыр. Себебі бізде мемлекеттік деңгейде олар былай ойлайды, мысалға үйде балалар айтса ата-анасына, сонда ата-анасы түзеледі деп. Мемлекет айтқаннан гөрі олар балаларының айтқанын тыңдайды деген мақсатпен енгізіліп жатқан сияқты. Сондықтан мына жерде мен ойлаймын, ыңғайсызданудың қажеті жоқ. Оны бастысы қалай айту керек, қалай жеткізу керек. Мысалға мен өзім бала кезімде де мысалға темекінің зиянын білгендіктен мен мысалы темекі шегетін адамдарға темекі шегу зиян деп айтатын, үлкен болса да. Ол енді жаңағыдай қалай айту керек, сол мәселе сонда ғой. Оны мысалы ұрсып айтасың ба, әлде былай түсіндіріп айтасың ба, бір мысалдармен соған байланысты деп ойлаймын. Бірақ жалпы мынау мемлекеттік деңгейде жаңағы мектептердегі экология пәнін енгізудегі басты мақсаты бұл ата-анасына балалар айтса, соған құлақ асады деген мақсатпен жасалып жатқан нәрсе бұл негізі. Былай қарасаңыз. Мысалы бізде мынау Астанада кейбір мұнай саласында істеген бір кісілер бар. Олар мысалға қазір экологиялық жобалармен де айналысып жүр. Сонда олардан мен сұрадым, сіз қалай мысалы мұнай саласында
сосын маған келіп айтты, болды, бүгіннен бастап қалдықтарды үйде сұрыптаймыз деп осылай ата анасына айтқан. Соны тыңдап, соны ескеріп, осы экологиялық жобалармен айналысып жүрмін деген кісілер болды. Сондықтан мен ойлаймын, балалардың, жас балалардың өзінің ата анасына жаңағыдай әсер ету деңгейі жақсы деп ойлаймын. Мысалы, ата анасы баласының айтқанына құлақ асады деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде балаларға жаңағыдай ыңғайсыздану қажет жоқ деп ойлаймын. Бастысы оны қалай жеткізу керек, қалай айту керек, сол да. Апа, сіз білесіз, мен және менің досым Лия Экоуэст компаниясының бренд амбассадоры болып табыламыз. Сол жерде біз көптеген нәрселер біліп үйрендік, жақсы адамдармен таныстық, мысалы сізбен таныстық. Әрине, әр баланың мұндай мүмкіншілігі жоқ қой. Мысалы, қоқысты сұрыптап жинау, қайдан бастап алып, өңделіп, полигондарға жеткізілуін, осындай мүмкіншілік көбірек болу үшін не істеу керек? Адамдарды қалай қызықтырамыз? Енді бұл жерде жаңа айтып өттім ғой, бұл кешенді жұмыс. Әрине, жаңағы Жансұлудың, Лияның осылай белсенділік танытып, адамдарға айтып түсіріп жүргені өте жақсы. Бірақ бұл жерде мемлекет тарапынан да іс-әрекеттер қабылдану керек. Ол жаңағы мемлекеттік реттеу жағынан да, мемлекеттік бағаны реттеу жағынан да, сосын осы саланы қаржыландыру, ол жалпы жаңа мемлекеттік деңгейде шешілетін нәрсе. Сондықтан әрине ағарту жұмыстарын жүргізу керек, осындай жаңағыдай шығарылымдар арқылы, адамдарға айтып түсіндіру арқылы, бірақ бұл жаңа әкімдік деңгейінде шешілетін мәселе. Сондықтан әкімдік тарапынан белсенді бір шаралар қабылдану керек. Сосын жаңағы жаңа экологиялық кодекста нормалар бар, осы саланы реттеуге байланысты. Жаңағыдай ол жерде көп нәрсе реттеуге байланысты ғой. Не үшін мысалы адамдар қоқысты шығарып қаланың сыртына тастап кетіп жатыр? Ол да реттеуге байланысты нәрсе, негізі мемлекеттік реттеуге байланысты. Сондықтан мемлекеттік реттеуді қалпына келтіру керек. Дұрыс жаңағы нормаларды қабылдасақ, біз ол келешекте жаңағы осындай мәселелердің болмауына кепілдік болады. Лаура апа, сіздің бойынша 20-30 жылдан кейін қоршаған ортамыздың жағдайы қандай болады? Мен сол кезде 31-41 жаста болады екенмін. Жақсы сұрақ. Әрине 20-30 жыл деген 2020 ма, сонда 2040 жыл, 2040-50 жылдары. Енді ол кезде экологиялық жағдайдың қандай болатыны, бұл мына бізбен сізге байланысты, және мемлекеттік деңгейдегі шешім қабылдап жатқан адамдарға байланысты. Мысалға, егер қазір кейбір нормаларды қабылдамай, жаңағы қоршаған ортаны ластап жатқан ірі кәсіпорындардың айтқанына көніп, сондай болып қалатын болса, ол мысалға 20-30 жылда да мүмкін өзгере қоймауы мүмкін. Бірақ жалпы қазір әлемде климаттың өзгеру деген ұғым бар. Яғни жылдан жылға жердің температурасы көтеріліп жатыр. Ол жаңағы біздегі жерлердің тозуына, судың азаюына, жаңағы биоалуандылыққа кері әсерін тигізіп жатқан жағдайлар бар. Сондықтан бұл мемлекеттік деңгейдегі емес, бұл әлемдік деңгейдегі мәселе. Енді сол әлемдік деңгейдегі мәселені шешу мақсатында бізде бірнеше жаңағы халықаралық келісімшарттарға қол қойылған. Сол келісімшарттардың аясында бізде қаласақ та қаламасақ та бізде осы табиғатты қорғау барысында шаралар жасалу керек. Себебі ол біздің міндетіміз, мемлекет ретінде қол қойғанбыз сол келісімшарттарға. Сондықтан бұл жерде белгілі бір жұмыс атқарылады, бірақ ол жұмыстың тиімді немесе тиімсіз болуы бізге, сізге және мемлекеттік деңгейдегі жаңа шешім қабылдап жатқан шенеуніктерге байланысты. Апа, соңғы сұрағым. Мен осы экология мәселесін ғаламтордағы қазақ контентін деңгейін көтеру мақсатында түсірілімдер жасаймын, үлгі тұтатын адамдардан сұхбаттасамын, яғни құнды мәселелермен айналысамын. Сұрақ, неге хайп қуған мағынасыз контенттермен тіркелушілер көп және соған қызығушылық танытады. Қалай деп ойлайсыз?
Жалпы келісем, бізде қазір мына әлеуметтік желінің рөлі қоғамдағы артып келеді күннен күнге. Сосын мынау мысалға бір жерде бір мәселе бола қалса, шу шыға қалса, соны әрқайсысы әртүрлі жазып, жаңағыдай көп лайктың санын жинағысы келетін адамдар да жоқ емес. Сосын жаңағыдай бізде бір кейбір блогерлар бар, ақша үшін жаңағыдай өтірік жалған ақпарат жазатын, өкінішке орай. Енді бұл жерде, бұл әрине бұл адамның табиғаты деп ойлаймын. Әр адам мысалға өзінің мысалға танымал болғысы келетін адамдар бар. Атын шықпаса жер өрте деген бізде қазақта мақал бар ғой. Соны мысалға өзінің ісімен, өзінің іс-әрекетімен танымал бола алмағандар, мысалы осылай бір жаңағыдай мәселені көтеріп, хайп жасап деген сияқты, немесе жалған бір ақпаратты жазып, осылай танымал болғысы келетін адамдар да жоқ емес деп ойлаймын мен. Енді бұл адамның табиғатына байланысты нәрсе ғой, өзі адам өзі танымал болғысы келетін адамдар бар, сондықтан деп ойлаймын. Бірақ бұл тұста жаңа мемлекет тарапынан да реттеу керек. Мысалға кез келген ақпаратты жаза беруге де болмайды. Мысалға бізде осы экология саласында кейбір кездерде болды. Мысалға халық бір жерде шулап жатса, бір шешімге келіспей, соған блогерлер барады да өтірік жалған ақпаратты оның үстінен қоса жазып, оны бетте шулатады халықты мысалға. Сосын жаңағы экологиялық мәселе шешілмей қалып жатады соның кесірінен. Сондықтан осы тұста жаңағы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі тарапынан осындай блогерларға қатысты бір іс-шаралар қабылдану керек деп ойлаймын мен. Себебі жалған ақпаратты, ол өзі мысалы танымал екенін пайдаланып, жалған ақпарат жазатын блогерлер де бар бізге, өкінішке орай. Сондықтан оның салдарымен біз күресіп жүреміз кейде, мысалға халыққа түсіндіреміз, негізі ол дұрыс емес, ол жалған ақпарат, ол былай деп, мысалға бір қалдықтардың радиациясы жоқ қалдықтар, радиациялық қалдықтар деп жазған блогерлер де бар мысалға, ол жерде халық дүрлігеді. Сосын ол мәселе шешілмей қалады да, ертең мысалға одан да үлкен жаңағы кесірін тигізуі мүмкін. Сондықтан осы тұста әрине жаңағы мемлекет тарапынан реттеу болу керек. Лаура апа, жаңа сұрақтың, Жансұлу жаңағы сұрақтың жалғасын айтып кетейін, жауабын, неге халықта қызығушылық болып отыр деген. Енді бұл үлкен мәселе, саяси мәселе былай қарасаң. Неге мысалы халық блогерларға сенеді, неге мысалға телеканалдарға сенбейді деген сияқты. Бұл енді 30 жылдың ішінде белгілі бір шешімдермен, кейбір халықтың сенімін тудырмайтын шешімдермен халықтың сенімін жоғалтып алған жағдайы да бар, негізі мемлекеттік органдардың. Сондықтан халық көбінесе мемлекеттік органдарға емес, жазып жатқан блогерларға сенуі мүмкін. Мәселе осында деп ойлаймын, неге мысалы халық соған қызығады, соны тыңдайды. Сондықтан осы тарапта да көп жұмыстар жүргізу керек. Лаура апа, бүгінгі сұхбатымызды кем дегенде мен үшін тарихта қалады. Бұйырса 20-30 жылдан кейін осы әңгімені бірге отырып қызықтырсақ екен деймін. Жақсы, керемет ой. 20-30 жылда тірі болсақ көреміз. Мен сізге үлкен алғыс білдіргім келіп отыр. Уақыт тауып, кішкентай қыз деп еліп, жақсы әңгімемізде рахмет. Еліміз, әлеміміз жақсырап, гүлденіп тұрсын деп тілейміз. Әрине, Жасылу, шақыруыңа рахмет. Осындай жоба жасап жатқаныңды мен қолдаймын толықтай. Себебі мынау жасөспірімдердің арасында да осы мәселені көтеру керек. Біз жасөспірімдердің не ойлайтынын естігіміз келеді, білгіміз келеді. Осы тарапта мен сенің парақшаңды қарап отырамын. Жастар не айтып жатыр екен, қандай мәселені көтеріп жатыр екен деп. Сондықтан біз толықтай қолдау көрсетеміз. Алдағы уақыттарда егер мысалға шақырып жатсаңыздар, әрине қатысуға тырысамыз. Сұхбатқа рахмет. Жақсы.